Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Сол Бәкен екеуміз жаңа репетициядан шықтық, сол студияда жұмыс жасап жатырмыз. Жаңа әнді жазып жатырмыз, енді күтіңіздер. Сол жаңа әнімізді қолдап жүріңіздер, енді жақсы кете ме деймін, енді халыққа ұнай ма деймін, үміттенеміз, енді хит бола ма деп. Сондай жаңалықтарымыз бар енді. Ондай ән әлі істеп көрмеппіз, Ондай ән істеп көрмеппіз енді. Кішкене басқаша екен бұл ән. Сол форматы біраз басқаша енді. Сол ар ойланып, бер ойланып, былай да айтып. Көреміз. Кім айтады, соланы кім айтады деген секілді, екі соғыс кім айтады деген секілді. Аранжировканы сол. Енді айтатын болсақ, юмор әні ғой, өзіміздің жанрда, өзіміздің стильда, дискотека сондай бір юморный болады да жаңағы. Соны енді Алла қаласа деп отырмыз. Аранжировкасын енді Астанада істетіп отырмыз, енді істетіп дайын. Ринат деген бауырымызға рахмет. Көңілден шығып жатыр. Енді жастарға да өте ме деп ойлаймыз, енді үлкендерге де, енді орта буынға да бәріне ұнай ма деп отырмыз енді. Ұнамайтындар да болады енді, әрине. Біздің әндер енді өзімізше елден басқаша бөлек көш. Жалпы шығармашылықтан ауыратын адам өзі. Ән шығармаса бірге, күй шығармаса, өлең шығармаса жүре алмайды рас. Ауырасың. Содан енді бос күнделікті күйбең тіршіліктен жаңағы уақыт бөліп кішкене соны қолға алып уақыт тауып деген секілді бүгін міне жасап жатқан жайымыз бар. Сол кішкене біраз жұмыстан кейін демалайық деп отырған жайымыз бар. Енді шай ішіп. Енді ана Алла қаласа жуырда енді не ашамыз? Монетизированный аккаунт дейді ғой TikTok'та. Соған өтулеріңізді сұраймыз енді. Біздің өзі көрермендеріміз бар, енді подписчиктерімізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Көп енді неше түрлі подписчиктер бар, енді лайк басады. Сосын маған ответ жазбайсыздар, анау менен қай жеріне жазамын? Өзінде не публикация жоқ, ештеңе жоқ енді. Комментарий жазсам, ол қалай жазады дейді. Сол комментарий жазып үйреніңіздер, репост жасап қойыңыздар, сторисқа бөлісіп қойыңыздар, енді соны үйреніп алыңыздар. Енді жастар бар, нелер бар енді. Қолдауларыңызға мыңда бір рахмет. Сол Алла қаласа жуырда сол басқа аккаунт ашамыз TikTok'та. Соған барлықтарыңыз өтіңіздер, бізбен бірге болыңыздар, бізді қолдап отырыңыздар. Лайк пен комментарийді әрқашанда ұмытпаңыздар. Бәке мен Сәке, бай қуатты болайық. Бай қуатты болайық әрқашан сіздермен.